саламатсыздар, ардақты көрермендер. Біз Сәкен Сейфуллин атындағы номер 5-ші көпсалалы мектеп лицейінің 8-ші сынып оқушылары Бота Ақжарқын және Сахиева Әсел. Бүгінгі видеомыз қазақ еліне көп үлесін қосқан Қаныш Сәтбаев туралы болмақ. Құрметті достар, бұл видеоны түсіру себебіміз Қаныш Сәтбаевты дәріптей отыра оқушыларға осы тұлғаның кім екенін түсіндіру. Біз ең алдымен мектебіміздің оқушыларына Қаныш Сәтбаев туралы сауалнама жүргізген болатынбыз. Бірақ өкінішке орай осындай ұлы тұлғаның кім екенін көбісі білмейді екен. Осы мәселе мына видеоның түсірілуіне бірде-бір себеп. Ендеше кеттік. Сол сұрақтарға тоқтала кетсек. Бірінші сұрақ. Бұл сұрақ Қаныш Сәтбаевтың нешінші жылы дүниеге келгені туралы болды. Қаныш Сәтбаев 1899 жылы 12 сәуірде Баянауыл ауданы Павлодар облысында дүниеге келген. Бұл сұрақты мектебіміздің оқушылары жақсы біледі екен. Екінші сұрақ. Қаныш Сәтбаевты 1952 жылы неліктен орнынан түсірді? Осы сұрақта 3 дұрыс жауап болды. Бұл кісіні республика басшылығы ғылыми жолды таңдауда қателік жіберді деп айыптайды. Дәлірек айтқанда, ұлтшылдарды қолдады деп кінәлаған. Ал негізгі 3 пункт айыбына келейік. Бірінші, Қаныш Сәтбаевтың ата-бабалары бай, ауқатты кісілер болған. Ал Қаныш Сәтбаев бұны жасырған. Екінші пункт, бағана айтып кеткендей, ұлтшыл айыбы тағылды. Үшіншіге келсек, оны халық хан деп көрсеткені үшін болған. Міне осы 3 пункт кесірінен Қаныш Сәтбаев орнынан түсіп қалды. Үшінші сұрақ. Қаныш Сәтбаев ең алғаш рет қазақ тіліне қандай оқулық енгізді? Біздің ойымызша бұл өте маңызды сұрақ. Қаныш Сәтбаев ауырып ауылға емделуге барғанда жай жатпайын деп оқығаны бойынша математика оқулығын жазады. Төртінші сұрақ. Қаныш Сәтбаевтың Мәскеуде шыққан Ер едіге кітабының шығуына кім үлес қосты? Ер едіге кітабының шығуына Әлихан Бөкейханов өз үлесін көмегін қосқан. Керек кезде демеу беріп, өз ақылын, ойын беріп отырған. Осылайша 1995 жылы Ер едіге кітабы шыққан. Бесінші сұрақ. Қаныш Сәтбаев соғыс кезінде керекті металды қай жерден алған? Соғыс барысында қазақ елінде бомбаларға керекті металл жетіспейді. Бұны естіген Қаныш Сәтбаев металл іздестіруге кірісіп кетеді. Сөйтіп ол Жезқазған қаласынан керекті металдарды алады. Бұл ел игілігі үшін өте қуанышты хабар болды. Алтыншы сұрақ. Қаныш Сәтбаевтың ең жақын досы кім? Қаныш Сәтбаевтың ең жақын досы Мұхтар Әуезов болған. Ол екеуі бірге оқып, бірге тұрып, сырласып жүрген жан достар еді.